Сәлем кішкентай достарым. Агнабаттың ертегілер әлеміне қош келдіңдер. Бүгін ормандағы достарымыздан біраз нәрсе үйренеміз. Сонымен қараймыз. Кірпі үй салуды қалай үйренді? Ертеде орманда бір кірпі өмір сүріпті. Ол мейірімді, достарына адал болыпты. Бірақ оның өз үйі болмапты. Әр кеш сайын ол ағаштар мен жапырақтардың астында кішкентай үңгіршіктерде тығылып ұйықтайды екен. Бір күні қатты жаңбыр жауып, кірпінің үсті басының бәрі су болып, жаңбырдың астында қалыпты. Сол кезде кірпі, бұлай жүруге болмайды екен, қайтсем де өзіме үй салып алу керекпін деп шешеді. Ертесіне таң ата кірпі өзінің достарынан ақыл кеңес сұрауға жолға шығады. Сөйтіп ол ең бірінші ақылды Тиінге келеді. Тиін досым, мен өзіме үй салайын деп едім. Ең бірінші неден бастасам болады? Деп сұрайды. Тиін сәл ойланды да, үй салу үшін ең бірінші іргетасын мықтап салу керек. Іргетас мықты болса, үй ұзақ тұрады, бұзылмайды. Ал іргетасты тастар мен ағаштардан дүп-дүп етіп қалап жасауды үйрену керексің, деп түсіндірді. Кірпі Тиінге алғысын айтып, әрі қарай жолға шықты. Одан кейін өзеннің жағасында жүрген Құндыз досын тауып алды. Құндыз досым, айтып жіберші, мен үй салғым келіп еді. Қабырғаларын неден жасасам болады? Құндыз: Үйдің қабырғалары мықты, суық пен желді өткізбейтін болу үшін іші жылы әрі жайлы болып жасалу керек. Ол үшін ағаштың бұтақтары мен сабағын, батпақты пайдаланасың. Кірпі ұмытып қалмас үшін Құндыздың айтқандарының бәрін жазып алды. Әрі қарай өз ұясын өте ұқыпты етіп салып жатқан қарлығашқа келді. Аспаннан ұшып келіп ұясына қонып жатқан қарлығашты көріп, кірпі қуанып кетті. Сәлем, қанатты қарлығаш досым, үй салатын едім, сол үйдің төбесін қалай жапсам болады? Айтып жібересің бе? Қарлығаш: үй салу оңай емес, бірақ үйің болса, өмірің де жайлы болады. Ал үйдің төбесі, шатыры сені жаңбыр мен қардан қорғайды. Ол үшін таяқшалар, қамыстар, шөптер, жапырақтар керек болады. Ең негізгісі, үйдің төбесін жапқанда саңлау, тесік болмау керек. Рахмет саған, қарлығаш, енді үй салу үшін не керек екенін білдім. Ол орман ішінен тегіс жерді таңдап алды да жұмысты бастап кетті. Ең бірінші Тиіннің айтқандай етіп іргетасты қалады. Сосын Құндыздың берген ақыл кеңесі бойынша үйдің қабырғаларына ағаштың бұтақшалары мен батпақтармен біріктіріп, мықтап жапсырып тастады. Одан кейін қарлығаш түсіндіргендей етіп жұмсақ шөптер мен жапырақтармен төбені жауып, үйді толығымен аяқтайды. Бірнеше күн дегенде үй дайын болады. Ол жайлы әрі жылы болып шықты. Жаңа қоныс тойлау үшін барлық достарын қонаққа шақырды. Ақыл кеңес бергендерің үшін рахмет, енді менің өз үйім бар. Содан бері кірпі өз қолымен, өз еңбегімен үй салып алғанына қуанып жүрді. Өзі басқаларға да үй салуды үйретті. Осылайша кірпі үй салуды ғана үйреніп қоймай, көп нәрсені білу үшін басқалардың ақыл кеңесін сұрауға және жаңа нәрселерден қорықпай қайта үйреніп алу керектігін түсінді. Кірпіге үй салуға көмектескен достары Құндыз, Тиін және қарлығаш. Жарайсыңдар балалар, сендерге ертегі ұнады деп ойлаймын.